Бұл оқиғаны жергілікті тұрғындардан естіген едім. Ауылдың шетінде қараусыз қалған үй бар. Бұрын ол үйде сиқыр жасаумен айналысатын кемпір тұрған екен. Күндердің бірінде ол жоғалып кетеді. Қайда кеткенін ешкім білмейді. Содан бері ауыл тұрғындары сол үйде өздігімен свет жанып тұрған, есік-терезелер өздігімен ашылып жабылатын жиі көретін болыпты. Содан не керек, ауыл тұрғындары жиналып, сол үйде сиқыр бар деп, үйдің есік-терезелерінің бәрін ағашпен бекітіп тастайды. Осының бәрін естіп, маған осындай жерлер бұрыннан қызық болған соң, мен сол үйге барып тексергім келді. Сөйтіп түн жарымында үйдің қасына келдім. Қарапайым үй секілді. Есікті ашайын десем құлып тұр екен. Таспен бұзып ішке кірдім. Ішке кіре салысымен еденде жатырған адам мәйітіне тап болдым. Үстіне киген киіміне қарағанда аңшы деп ойладым. Және қасында мылтық жатырғанын көрдім. Сөйтіп не керек, осы жерге полиция шақырдым. Сөйтсе, бұл аңшы бір ай бұрын аңға шығыпты. Жуырда қайтыс болса, бір ай қайда жүрді деген сұрақтар мазалады. Неге аңшыны ешкім көрмеген, есік-терезе жабық болса, ол қалай кірген, оны не үшін өлтірген деген сұрақтар маған маза бермеді. Оқиға орнына қайтқан кісінің әйелі келіп бәрін айтып берді. Ол осыдан 2 күн бұрын үйге келе жатырмын деп айтқан екен. 2 күн өтіп келмеген соң полицияға хабарлаған. Ал аңшы болса бір нәрседен шошынып, жүрегі тоқтап қалған екен. Арада бір ай уақыт өтті. Мен досыммен бірге қайтадан сол кемпірдің үйіне барып, не бар екенін тексеруді шештім. Досым екеуміз сағат түнгі 12 болған кезде үйдің ішіне кірдік. Үйдің іші қап-қараңғы, тып-тыныш. Біз фонарик жағып, айналаны қарай бастадық. Бір бөлмеге кіріп, ішін қарасақ, бөлменің іші сатанистік белгілермен толып жатыр. Өте қорқынышты болды. Бір кезде даладан біреу сөйлеп, ішке кіріп келе жатырған дауысты естідік. Досым екеуміз үстелдің астына тығылып қалдық. Үйдің ішіне үстінде қап-қара киімі бар бір кемпір кіріп келді. Ол біреумен сөйлесіп келе жатырды, бірақ оның қасында ешкім көрінбеді. Оның түрін көріп едік. Түрі әжім-әжім, көздері қап-қара. Аяқтары қисық, көріп едік, шошынып кеттік. Кенет кемпір арғы бөлмеден дуа жасап бір адамды шақыра бастады. Сөйтіп арғы бөлмеден қолында кішкентай нәрестесі бар келіншек кіріп келді. Оның да түрі әбіржіп кеткен, қайта-қайта жылай берді. Содан ол кемпір бізді